Армысыздар ағайын, есен аман бармысыздар. Эфирде тағы да Шуылдақ Шадырман бауырларыңыз. Мінекей менің жолым қазақылық дедім. Біреулер мен тәңірші қазақпын, мен ислам мұсылман қазақпын, мен басқа да жаңағыдай қазақпын деп әйтеуір қазаққа бір тіркестер тіркеп жатады ғой. Ал мен жеке басым ешқандай да тіркес тіркелмеген, қазақылықты ұстанатын қазақ тұлға ретінде қазақпын. Яғни ол қазақ дегеніміздің өзі, қазақылық дегеніміздің өзі ол бір ұлтқа жататын белгілі бір тілде сөйлейтін адам деген сөз емес. Ол әлемдік деңгейдегі идеология, әлемдік деңгейді басқара алатын, әлемдік деңгейдегі билік жүргізіп, адам мен адамды, табиғат пен адамды бір-біріне үйлестіре алатын, бір-бірімен шоқыстырмай, бір-бірімен соғылыстырмай, бір-бірімен қырылыстырмай өмір сүргізетін сондай бір керемет идеология. Былайша айтқанда нағыз құдайлық жол ол қазақылық жол. Сіздерге айтайын, қазақ атамыз кезінде мынау Гиперборей цивилизациясы десеңіз, Атлантида цивилизациясы деңіз, Шумер цивилизациясы деңіз, мына жақтағы сонау Ацтек пен Майя инктердің цивилизациясы деңіз, қайсысына қарасаңыз да сол өркениеттердің ою-өрнегінен, салт жоралғыларынан, қару-жарақтарынан және де қалдырған басқа да осындай мәдени мұраларын тексере отырып, археологиялық қазбалар қарай отырып, сонау Индо-Қытайда болсын, Таиландта болсын, Ресейде болсын, қазіргі енді қиыр шығыста болсын, Европада болсын, қай жақта болсын қарасаңыз, барлық жерде қазақы ою-өрнек, қазақы жазу, қазақы белгі, қазақы таңба, рулардың таңбасы, соның бәрі шығып жатады. Ол деген сөз, біз мемлекет құрған кезде әлемдік глобалдық мемлекет құрғанбыз. Біздің құрып кеткен глобалдық мемлекетімізді қазір мынау Жойттың балалары қайталасақ деп, банктік жүйені қолға алу арқылы, басқа да мынау қару-жарақ контрактілері, спутниктік байланыс, басқа салаларға дендеп ену арқылы, олар глобалдық мемлекет құрсақ, ертең Мәхдидің келуіне өздерінің жаңағы нелері бар, аспаннан түсетін бір керемет тұлғалар бар, дүние жүзіне әділдік орнатады, біздің құдайлық сипатымызды ашып береді деп ойлайды. Негізі ол сізге айтайын, Жойттың күтіп жүрген адамдар ол қазақтар, біріншіден. Екіншіден, олардың құдай деп жүрген сол қазақтың өзі. Сізге айтайын, баяғы мынау құдайсыз қурайсынбайды деген, ол қазақылық орнына келген кезде барлық нәрсе заңға өзі, табиғат белгілі бір жүйеге, заңға бағынады ғой. Сол жүйе заңды қазақы рух арқылы, қазақы тіл, мәдени мұра, қазақы мейірім, шапағат арқылы орнына қойған кезде дүние жүзі қазаққа сәжде қылып бас иетін болады. Және ол үшін Алла тағала қапа болып қалады, Тәңір қапа болып қалады деген ештеңе жоқ. Неге? Өйткені қазақты әруақ құдайы үнемі қолдайды. Қазақты әруақ құдайы жебейді. Қазақты әруақ құдайы желеп-жебеп, ғайберен 40 шілтені Қыдыр атасы жолдасы болып, қазақ дүние жүзін билейді. Енді осы жерде қазақылық, мен білетін қазақылықта дін бар ма деп сұрайды. Дін деген діңгек. Қазақта дін діңгек деген сөз, ол ата-бабадан қалған аманат, рухани мұра. Яғни біз бірінші не істеуіміз керек? Дін діңгегімізді ұстануымыз керек. Ата-бабамыздан қалған дүниені аманат қылып өзімізге алуымыз керек. Және де адам мен адамның, ағайын мен ағайынның, адам мен табиғаттың, мемлекет пен мемлекеттің арасындағы бір-бірімен үйлесім, бір-бірімен келісім, бір-бірімен бейбітшілік, мейірім, шапағат жолын дамытуымыз керек. Міне қазақылықтың кереметі. Ал енді дінге келетін болсақ, ата-бабадан баяғыда мына күлтегін жазбаларын қарайтын болсаңыз, күлтегін жазбаларында тасқа діңгек қылып қашап жазған. Енді олар біреу тотияйынды анау әріпке құйған кезде бұлай ағызып, тасты ертіп барып жазады екен дейді. Қалай болғанда да тасқа қашап жазған дей берейік. Міне тасқа қашап жазған ата-бабадан қалған ол рухани мұра, аманат. Міне аманаты бар, ата-бабасының тура жолы бар, текті жандарды, діні бар жандар дейміз. Ал ата-бабадан аманаты қалмаған, тегін білмеген, ата-бабаның аманат жолын ұмытып қалып, ата-бабаның тілін ұмытып, ата-бабаның ар-намысын, ата-бабаның рухани мұрасын ұмытқандар, оларда дінсіз дейміз. Яғни, мынау авраамдық религиялардағы сен не иудаизм, болмаса жаңағыдай не христиандық дін, болмаса ислам діні, бәрі Ыбырайым пайғамбардан тараған деп айтып жатады ғой бұлар енді. Ыбырайымның
не жолы, бір құдайлық жолы, монотеистік жолы деп жатады. Ал жалпы сіздерге айтайын, бұл қазақтың діні бұлардың діндерінің бәрінен жоғары. Неге? Өйткені қазақ әрбір нәрсенің қадірін, қасиетін, тіпті тарақанның да тілін біліп, онымен сөйлесе білген. Мынау бүкіл адамның ағзасында болатын микроорганизмдер, вирус, бактерия, саңырауқұлақ, басқа соның барлығымен қазақ сөйлесе отырып, соларды ұрмай соқпай, ашуланбай жүріп ақ, жаңағыдай бүкіл аурудан сақтанып, бүкіл ауруды емдейтін болған. Мінекей қазақылық. Сол сияқты дін деген нәрсе бұл қазақта ата бабадан қалған рухани мұра, бұл аманат. Болды. Ал ата бабаңнан дін қалды екен деп, бір-біріңмен арабша амандастын деген ондай сөз жоқ. Енді өзіңіз ойлаңызшы. Мысалы, бабаңыз, атаңыз тірі болса, ол кісімен қазақтың тілінде қазақша сөйлесіп жүресіз да, ол кісі бақилық болып, о дүниелік болып кеткен кезде, барасыз да артынан бағыштаған, арнаған өзіңіздің батаңыз бен Құраныңызды аласыз да арабша оқып жібересіз. Ата бабаңыздың, мінекей қарап отырсаңыз, әруағына, аманатына адал болмай жатқан жоқ емессіз ба? Енді өзіңіз ойлаңызшы, анаңыздың ақ сүтімен қазақтың тілі енеді. Атаңыздың қанымен, мына қасиетті қазақтың қара топырағымен қазақ тілі енеді. Қазақи руханият, қазақи мұра енеді сізге, бойыңызға, мына қаныңызда ағып жүр бәрі. Ал енді атаңыз дүниеден өтіп еді, алдыңызда деп арабша бір белен шүлдірледіңіз. Сізге ата бабаңыздың әруағы риза болмайды. Ата бабаңыздың әруағы қалай риза болады? Мысал үшін, енді қарапайым нәрсе, бұл ата бабаңыз аманат етіп кеткен қазақтың тілі ғой. Ол арабша болады екен, онда біреу мысалы қазір анау православтар қазақша оқып жатыр екен, жаңағы өздерінің жаңағы құдайға мінәжаттарын. Сол секілді олар ертең орысша оқимыз, өйткені арабша болғанда орысша неге болмайды деп олар да айтады. Ол әділ болады айтқандары. Сондықтан мен мұсылманмын, арабша ғана оқуым керек, араб тілі құдайдың тілі, адам құдаймен арабша сөйлеседі деген сөзді айтпас бұрын, кішкене мына жақтан сәл, мына бас не үшін? Сол Эйнштейнде де бір бас, трактористе де бір бас, президентте де бір бас, бәрінде осы бірақ бас, ішіндегі бірақ ми. Соны бірақ кішкене жұмыс етіп, адам қисын деген нәрсе бар қазақта. Сол қисынға саламыз. Сондықтан мына қазақылықта дін бар ма десек, дін бар, бірақ ол ешқандай да религия емес, ешқандай догмаға бағынбайды, қатып қалған догмаларға бағынбайды, және де ол адамды еркін ойлылыққа тәрбиелейді. Бастысы атадан қалған аманат, қазақтың салт дәстүрі, салт санасы, рухани мұрасын сақтауға алып келеді. Және де біздің дініміз кешегі репрессия жылдарында қазақтың даласына қаншама халық ел көшіп келді. Оның алдында 2 ғасыр, 3 ғасыр бойы қазақтың жеріне орыстың переселенецтері деді, басқасын деді, бәрін үйіп төкті. Мыналарды ассимиляция жасап құртып тынайық деп. Неге? Өйткені қазақтан қорқады ғой. Бәрі қорқады. Мына жақта күншығыстағы ел де қорқады, күнбатыстағы ел де қорқады, оңтүстіктегі ел де қорқады. Неге? Құранда, арабша Құран кітапта жазған, Яжуж-Мәжуж дүние жүзін қаптайды дейді. Ал енді жаңағы пәленбай мың атты әскер атқа мініп әруағына сыйынған кезде, оларды ешқандай да арабша оқуларыңыз, арабша шүлдірлегеніңіз ештеңе тоқтата алмайды, сізге айтайын. Өйткені арқаланған қазақты дүние жүзінде тоқтататын ядролық қару жоқ. Өйткені ядролық қарудың ішінде болып жатқан ядролық синтезден қазақтың қанында ағып жатқан әруақ құдайлық энергия күшті. Бұл қазақты қырамыз деп қанша нәрселер істемеді. Түкте қолдарынан келмей жатыр. Және бұл қазақылық деген одан да күшейіп жатыр. Ал жалпы бұл қазақылық деген, мынау ислам болсақ, Құранымыз конституция болады да, біз дүние жүзіне халифат орнатамыз деп, мысалы, ислам дінінің негізгі мақсаты сол. Ол Құран кітаптан оқыңыз, басқа жерден оқыңыз, негізгі мақсат сол. Енді Қазақстан сияқты біздің мынандай зайырлы мемлекеттерде күш аламай қалған соң, ләждің жоқтығынан әйтеуір біз зайырлымыз, анау мынау дейді. Исламның өркендеген жері Иран, Шиғалар, Саудия, Катар, болмаса мына жақтағы нелерді, Сирия, болмаса Ауғанстан, Пәкістан, көре беріңіз. Енді бұл жерде сіздер ойлауыңыз мүмкін, Тәңір шіл дегенді жақтап кетер ме екен деп, Тәңір діні дегенге қалай қарайсың деп.
Тәңір діні дегенге ол діннің атына Тәңір деп айтуға мен өз басым қосылмаймын. Өйткені менің ата-бабамнан аманат қалды. Ол жерде Тәңіріңе табын, Аллаға табынба, болмаса жаңағыдай пұтқа табын, анаған табынба деген сияқты сөз жоқ. Ол жерде бірінші ағайыныңмен жақсы аралас деп тұр. Еліңді қорға, жеріңді қорға, намысты бол, арлы бол, адал бол деп тұр. Ал енді сен шылаушынға табынасың ба, құмырсқаға табынасың ба, айға, күнге, Аллаға, бұтқа табынасың ба, ол былай жетканда дінге түк те қатысы жоқ. Ол адамның белгілі бір кезеңдегі өзінің ой санасының деңгейіне қарай, ол бір күні намаз оқуы мүмкін арабшада енді. Бір күні жаңағыдай Кришна құсап, Харе Кришна, Харе Рама деуі мүмкін. Бір күні Буддаға сиынып шығуы мүмкін. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ал бірақ менің сиынған Буддам болмаса, Кришнам болмаса, Аллахым ана кәпірлерді өлтір деп жатыр, аналарды харам деп жатыр, оларды адасушы деп жатыр, оларды мен дозаққа жандырам, сондықтан сен де ана жақтан жайлап астына от жаға бер деп жатыр деген сияқты нәрсеге баратын болсаңыз, онда ата-бабаның аманатын бұзған болып саналасыз. Енді біз дін туралы айттық қазір. Енді осы дін дегенді әрі қарай жалғастыра салайын. Дін діңгегіміз ата-бабамыздан қалған аманат сөз. Кім дінсіз болады? Кім дінсіз болады сізге айтайын. Баяғыда қазақтың қоғамында ол елден қуылып жіберілетін адамдар болған. Елден не үшін қуылады? Әртүрлі қылмыс жасайды, бір абыройсыз нәрсе жасайды, елдің абыройын түсіретін нәрсе жасайды. Сосын алады да оларды елден аластайды. Елден аласталғандар әр жақта қашып-пұшып жүріп, белгілі бір жамау бір ауылды құрайды енді. Бір 5 үй, 10 үй, 20 үй деген сияқты. Олардың ата-бабадан қалған дін діңгегі олар ұстай алмағандықтан, өздерінің дін діңгектері болмағандықтан, мына күлтегін жазбаларындағыдай қашалып жазып, аманат ұрпақтан ұрпаққа абырой жолы болмағандықтан, өйткені өздері абыройдан айырылып тұр ғой енді. Ол жағдайда олар дінсіз деп саналған. Мінекей сол ғана. Ол діннің былайша айтқанда Құдайға, Тәңірге түк те қатысы жоқ. Дін дегеніміз былайша айтқанда моральдық, этикалық кодекс. Бұл онда тұрған ештеңе жоқ басқа. Ол анандай дін болады, бүйтсе мынандай болады, қырғын болады, сырғын болады деген. Ал енді мына тақырыбым үлкен еді. 4 тақырып Тәңір, Құдай, әруақ, дін туралы айтам деп едім. Дін туралы бастадым. Біраз 13 минуттай болып қалыпты. Назар қойғандарыңызға көп-көп алғыс айналайын ағайын. Мінекей осылай өзімнің қазақылық жолындағы дүниетанымды сіздерге ақырындап шетінен жеткізе берсем деп отырмын. Алғыс көп жасаңыздар.